Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгінгі видеомда сіздерге балабақшада 8 наурызға ұстап билейтін жүрекшелердің фетрдан жасалу жолын үйрететін боламын. Ең алдымен жаман параққа осылай жүрекшенің жарты суретін салып, осылай қиып алатын боламыз. Менде А4 форматта жүрекше шықты. Оны фетрымызға осылай 1 мм артық етіп бастырып, үлгі ретінде сол фетрымызды пайдаланатын боламыз. Тігетін орын қалдырамыз, яғни 1 см. Және соны қалың емес, осындай жұқа 1 мм фетрға 2 штук бастырып алатын боламыз. Осылай бастырып аламыз 2 штукты, бір-бірінің үстіне қойып, машинкамен айналдыра тігіп шығатын боламыз. Осындай кішкене жерін ашық қалдырамыз. Бұл бізге синтифон салуға қажет болады. Міне мен тігіп алғанмын. Осындай жерін ашық қалдырдым. Енді ішіне синтифонды толтыратын боламыз. Барлық жеріне нығыздап, барынша дүмпитіп, формасы келгенше толтырып салатын боламыз. Міне толтырып салып алдық. Енді осы ашық қалған жерді осылай қатты нығыздап ұстап тұрып, машинкамен қайта тігіп шығатын боламыз. Міне осындай жүрегіміз дайын болды. Енді осыған моншақтан, фетрдан көзін, аузын салатын боламыз. Мен қара түсті полу жемшіктен және розовыйдан бетінің аузын маркерден жасап шықтым. Міне осындай әдемі 15 штук жүрегіміз дайын болды. Міне бала ұстап билегенге өте әдемі. Мен кейіннен ақ фетрдан көзінің ағын және ортасына қара моншақтан қарасын салдым.